Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай, дәмі керемет болып шығатын лаваштан чебуреки дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоның соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Ал бисмиллах деп бастаймыз. Ең әуелі бізге лаваш қамыры, шұжық, сыр және піскен жұмыртқа қажет болады. Ең бірінші шұжықты жіңішкелеп кесіп, таяқша тәріздес етіп, барлығын кесіп дайындап аламыз. Толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын, сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Таза ыдысымызға туралған шұжықты саламыз, сонан соң сырды да ұзыншалап кесіп дайындап аламыз. Егер сырды ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Начинкасына өз қалауларыңыз бойынша жылқы етін немесе піскен тауық етінде пайдалансаңыздар болады, немесе қызанақ пен қиярды да қосып дайындасаңыздар болады. Яғни ол өз қалауларыңыз бойынша начинкасын дайындай бересіздер. Сонан соң жұмыртқаны да ұзыншалап турап дайындаймыз. Барлық қоспаларды турап болғаннан соң ыдысымызға салып, шамамен 3 ас қасықтай майонез қосып араластырамыз. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды да ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздермен түрлі пайдалы, оңай дайындалатын рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Осымен біздің начинкамыз дайын болды. Енді лавашты алып, чебурекилерді дайындайтын боламыз. Мен дүкеннің лавашын пайдаландым. Сіздер егер қаласаңыздар, үйде қолдан пісірсеңіздер де болады. Ол үшін менің каналымда үй жағдайында лаваш дайындау деген рецепт бар. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Начинкасын салғаннан соң тура видеодағыдай лаваштың шетін сулап шығамыз. Сонан соң бір-біріне жабыстырып, қызып тұрған табада екі беті қызарғанша пісіріп аламыз. Жасалу жолы өте оңай, дәмі керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып пікір жазуды да ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын.